Қайырлы күн 8 сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы неліктен ақш-та 1920 жылдарды гүлдену кезеңі деп атайды. Уолл-стриттің күйреу себептері мен салдары қандай деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге ақш-тың бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі экономикасының жағдайын және дағдарыс себептерін анықтаймыз. Уолл-стриттің құлауының салдарын талдаймыз және оның әлем экономикасына тигізген әсерін сараптайтын боламыз. 1929 жылдың 24 қазанында таңертең Нью-Йорктың Манхэттен ауданындағы Уолл-стрит көшесінде бір ғимараттың алдында адамдардың үлкен шоғырлануы байқалды. Бұл ғимарат бағалы қағаздар нарығындағы ең ірі сауда ұйымдастырушысы болып табылатын қор биржасы еді. Жиналғандар арасында акция бағаларының күрт әрі жылдам төмендеуінен туындаған дүрбелең орын алды. Акциялардың құлдырауы бейсенбі күні басталып, 29 қазанда ең төменгі деңгейге жетті. Сол күнгі газеттердің бірінші беттерінде қара сейсенбі, Уолл-стриттің күйреуі деген тақырыптармен мақалалар жарық көрді. Бұл күн тарихта ұлы дағдарыс деген атпен белгілі болған экономикалық дағдарыстың басталғанын білдірді. ақш-тың соғыстан кейінгі экономикасының жағдайы және дағдарыс себептері. Америка құрама штаттары бірінші дүниежүзілік соғыстан үлкен пайда көрген жалғыз мемлекет болды. Америка соғысқа соңғы жылдарда қатысып, материалдық ресурстарын сақтап қалды және салыстырмалы түрде аз адам шығынын көрді. Соғысушы елдерге әскери жабдықтар жеткізу ақш экономикасының айтарлықтай өсуін қамтамасыз етті. Үлкен қаржылық ресурстарға ие бола отырып, америкалық монополиялар кәсіпорындарды жаңғыртуды сәтті жүзеге асырды. Соғыс жылдары өнеркәсіптің даму деңгейі орта есеппен 72%-ға өсті. Автокөлік өндірісінде конвейерлік өндіріс кеңінен таралды. Кейін бұл әдіс барлық өнеркәсіп салаларына енді. Құрал жабдықтар, станоктар мен бөлшектердің қатаң белгіленген стандарттары уақытпен шикізатты үнемдеді. Жұмысшылар белгілі бір операцияларды орындау кезінде стандартталған қимылдарды автоматтандырылған деңгейге дейін жеткізді. Орташа білікті жұмысшылардың болуының өзі ағынды өндірістің еңбек өнімділігін айтарлықтай арттыруына мүмкіндік берді. ақш-тағы қарқынды экономикалық өсу әлемдегі ең жоғары өмір сүру деңгейін қамтамасыз етті. Соғыстан кейінгі кезең ақш-та просперити немесе өркендеу дәуірі деп аталды. Бұл дәуірдің символы Генри Фордтың Т үлгісіндегі автомобилі болды. Ол сән салтанат затынан көпшілік пайдаланатын көлікке айналды. Орташа жұмысшының жылдық жалақысы $1300 болғанда, көліктің $300 тұруы оның кеңінен қолжетімділігін қамтамасыз етті. Акционерлік меншік түрінің жоғары табыстылығымен бірге акциялар кеңінен таралды. Өнеркәсіп өндірісінің едәуір өсуі бағалы қағаздар шығарудың артуына әкелді. Яғни акциялар барынша жарнамаланды. Просперити дәуірінде миллиондаған қарапайым америкалықтар акцияларды көбірек сатып алуға және жылдам әрі оңай байып кетуге ұмтылды. 20 ғасырдың 20 жылдарының басында Америкада ірі банктармен қатар мыңдаған шағын банктер де болды. Банктер акциялар мен тұтыну тауарларын сатып алуға несие алғысы келетіндердің бәріне қарыз берді. Несиеге өмір сүру белсенді түрде жарнамаланды. Акция құнының 10%-ын төлеу арқылы қалған 90%-ын банктен оңай алуға болатын еді. Акциялар жоғары бағаланып, оларды жұрт көптеп сатып алды. Бағалы қағаздарды сатып алып, қайта сату арқылы пайда табуға деген құштарлық акциялардың бағасын шарықтатты. Алып-сатарлық нәтижесінде сатылған акциялардың құны америкалық кәсіпорындардың нақты құнынан әлдеқайда жоғары болды. Қалыптасқан қаржылық көпіршік өркендеудің жалғасып жатқаны туралы елесті тудырды.
1928 жылдың қазан айындағы президенттік сайлауда республикалық Герберт Гувер жеңіске жетті. Ол мемлекеттің бақылауынсыз тең мүмкіндіктер берілген жағдайда жеке кәсіпкерлік дамиды деген қағиданы ұстанды. Пайда табуға ұмтылған ірі монополиялар өндірісті шектен тыс кеңейтті. Нарық тауарларға толып кетті. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің өндіріс көлемі сұраныстан әлдеқайда асып түсті. Өндіріс дағдарысы өндірілген өнімді өткізуді қиындатты. Өйткені ол сұранысқа ие болмады. Ал үкімет экономиканы мемлекеттік реттеу бойынша ешқандай шара қолданбады. Гувер Конгреске қалыптасқан ахуалға араласпауды ұсынды. Президент экономикалық ауруларды заңдармен емдеуге болмайды деп сенді. Бизнес мәселелерді өз бетінше шеше алады, ал Американың өркендеуі мәңгі жалғасады деп есептеді. Бірақ 1929 жылдың 24 қазанында, яғни қара бейсенбіде, көптеген салымшылар бірнеше секунд ішінде барлық жинақтарын жоғалтты. Тапсырма. Тыңдалған ақпаратты қорыту үшін Уолл-стриттің құлдырауының 3 негізгі себебін анықтаңыздар. Жауаптарыңызда акция, несие, алып-сатарлық, қор биржасы, құнды қағаздар нарығы, өнімді артық өндіру сияқты экономикалық терминдерді қолданыңыздар. Уолл-стриттің құлауының салдары. Акциялардың бұрын-соңды болмаған құлдырауынан кейін автомобиль, көмір, металлургия және басқа да кәсіпорындардың құнды қағаздары құнсызданды. Мыңдаған акционерлер күйреді. Банктердің жаппай банкротқа ұшырауы басталды. Себебі олар бұрын акцияларды сатып алу үшін үлкен несиелер берген еді. Енді өз клиенттерінен қарыздарын қайтара алмады. 1929-1931 жылдар аралығында 2000-нан астам қаржы мекемесі қызметін тоқтатты. Банктердің күйреуінен америкалық салымшылар 2 миллиард доллардан астам қаражатынан айырылды. Қаржы жүйесінің күйреуі кәсіпорындардың жаппай банкротқа ұшырауына әкелді. Банктер бизнеске қаржылай қолдау көрсете алмайтын болып қалды. 1933 жылы өнеркәсіп өндірісі 1929 жылмен салыстырғанда 46%-ға дейін төмендеді. Болат құю зауыттары қуатының тек 12%-ын ғана пайдаланса, автомобиль өндірісі 80%-ға қысқарды. Кәсіпорындар жабылып, қалалар қаңырап қалды. Кәсіпорындардың жаппай банкротқа ұшырауы жұмыссыздықтың күрт өсуіне алып келді. 1932 жылға қарай жұмыссыздар саны 17 миллион адамға жетті. Еңбекке жарамды әрбір үшінші америкалық табыс көзінен айырылды. Әлеуметтік саладағы заңнаманың болмауы халықты қолдауға және оларды кедейлік пен аштықтан құтқаруға мүмкіндік бермеді. Фермерлердің өнім бағасы 3 есеге төмендеді. Жер мен мүлікті кепілге қойып несие алған мыңдаған фермерлер банкрот болды. Бидай мен мақтаның бағасы 0-ге дейін құлдырады. Бағаның одан әрі құлдырауын тоқтату үшін фермерлер артық өнімді жойуға мәжбүр болды. Паровоздардың қазандықтарын астықпен жақса, сүтті арықтарға төкті. Сойылған мал еттерінің үстіне керосин құйып өртеді. Ал сол уақытта қалаларда халық тегін сорпа алу үшін ұзақ сонар кезектерде тұрды. Халық тез кедейленді. Әртүрлі мәліметтер бойынша ұлы дағдарыс кезінде ақш-та аштық пен аурудан 7-ден 13 миллионға дейін адам қайтыс болды. Қылмыс деңгейі айтарлықтай өсті. Халықтың өмір сүру деңгейінің күрт төмендеуі үкіметке қарсы көңіл күйді туғызды. Елдің түкпір-түкпірінде аштыққа қарсы шерулер мен наразылықтар бой көрсетті. Ең ірі аштық шеруі Детройт қаласында болды. Оны жұмыссыз қалған Форд зауытының жұмысшылары ұйымдастырды.
президент Гувер мен үкіметтің беделі құлдырады. Үйсіз қалған адамдар мекендеген ағаштан жасалған аянышты баспаналар Гувервиль деп аталды. Тегін тамақ Гувердің сылдыр сорпасы деген атауға ие болды. Гувердің 1932 жылғы президенттік сайлауда жеңілетіні алдын ала белгілі болды. Дағдарыс ақш экономикасымен ғана шектелмеді. Өндірістің құлдырау жағдайында 1930 жылдың маусымында үкімет ақшқа 20 мыңнан астам тауарды әкелуге баж салығын көтерді. Импорттың күрт қысқаруы халықаралық сауданың дағдарысын туғызды. ақш үкіметінің несиелерді қайтаруды талап етуі Европа елдері экономикасындағы дағдарысты тереңдете түсті. Германия мен Ұлыбритания бұдан ең көп зардап шекті. Бұл елдердегі өнеркәсіп өндірісі сәйкесінше 41% және 24%-ға төмендеді. ақш пен Европа елдерінің үкіметтері дағдарыстан шығу жолдарын іздеуге мәжбүр болды. Халықаралық экономикалық қатынастардың қалыптасқан жүйесінің күйреуі әлемдік тәртіпке әсер етті. Бұл Версаль-Вашингтон жүйесінің ыдырауын жеделдетіп, халықаралық саясаттағы күштердің ара қатынасын өзгертті. Тапсырма. Тыңдалған ақпаратты қорыту үшін ақштағы экономикалық дағдарыстың салдарын анықтап, кестені толтырыңыздар. Тапсырма. Рафт стратегиясын пайдалана отырып, өзіңіз таңдап алған кейіпкердің атынан қысқаша тұжырымдама құрастырыңыз. Тапсырма. Алған білімімізді бекіту үшін тест тапсырмаларын орындайық. Дұрыс жауабын табыңыздар. Тапсырма. ақш-тың соғыстан кейінгі экономикасының жағдайы және дағдарыс себептері мен Уолл-стриттің құлауының салдарына тест талдау жасаңыздар. Үйге тапсырма. Дағдарыстан дамуға атты тақырыпқа эссе жазыңыздар.